Ассалаумағалейкум, арма қазақ елі, аты жөнім Марғұлан Нұрданғазыұлы. Көріспегелі жарты айдың жүзі болыпты. Енді міне алдыларыңызға шығып отырмын. Бүгінгі бас тақырып мына менің атыма жалған тергеушілер хабарласып, үстімнен арыз түсті деп қорқытып отыр. Жай қараған көзге бұл қарапайым алаяқтыққа ұқсас, бірақ бұл менің саяси көзқарасымды тұншықтырудың бір амалы деп ұқтым. Мына WhatsApp арқылы белгісіз нөмір жазды. Өзін полиция тергеушісімін деп таныстырды. Үстіңнен арыз түсті, біреуден қарыз алдым дейді. Алайда мен ол жіберген адам танымаймын да. Оның үстінде жіберген адам қыз бала екен. Осы күнге дейін шыны керек қыздан қарыз алу былай тұрсын, ойнап күлгенге кеткен шығынды бөлісіп төлеген емеспін олармен. Өзің төлей саласың. Әуелі ондай адам танымаймын да шыны керек. Ешкімнен қарыз алған емеспін. Бұл таза жала. Ең қызығы, олар мені қорқытып, мына нөмірге хабарласты. Екі арада шеш деп бағыттап отыр. Бұл заңсыз, бұл саяси менің көзқарасыма байланысты қысым. Бұл тек маған ғана емес, кез келген саяси белсенділерге қолданылатын әдіс деп ұқтым. Сондықтан қорықпай, бұндай алаяқтыққа алданбай, саяси қысымға қарсы тұрайын деп шештім. Енді ана Ардақ деген бір депутат шықты, осы сәтті пайдалана отырып деп. Мен де сол сияқты, осы сәтті пайдалана отырып, мына Сапарғазы Асқар атты менің ағамның мақаласын оқып бермекпін. Мына ол кісі жақында Шығыс Қазақстанға тарихи оқиғаның куәсі болып сол жердегі. 2025 жылдың 19 қыркүйегінде Зайсан ауданы Шілікті ауылында алтын адамға ескерткіш қою мұрасым өтіпті. Ұлы сақтар өркениеті Шілікті деген атпен ұйымдастырылған бұл жиынға Қазақстанның түкпір-түкпірінен халық жиналды. Саяси белсенді ағам Асқар осы сапардан алған әсерін терең ойға толы етіп қағазға түсірген екен. Енді рұқсат етсеңіздер, мен сол Асқар ағамыздың мақаласын сөзбе-сөз мына телефонға қарап оқып берейін. Былай дейді. Монғолияға сапарымнан қайтып оралғалы ештеңе істемей, ешқайда шықпай, бос қалғандай едім. Кеше, яғни 19 қыркүйек күні Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Шілікті ауылында алтын адамға ескерткіш қою мұрасымы ұлы сақтар өркениеті Шілікті деген атпен өтті. Құдайдың қалауымен осы жиынға ат басын бұрып қатысып қайттым. Бұрыннан алтын адам туралы естуім болса да, іргемде жатқан аса терең тарих туралы сауатсыз екенімді кешегі ашылу мұрасымындағы ғалымдардың бірінен кейін бірі шығып сөйлеген лекцияларынан ұғындым. Бұл жиынға Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп қатысқан адам санында айтар жоқ. Ескерткіш тас Шілікті ауылынан батысқа қарай 10 қанша шақырымда жатқан Бәйге төбе деген қорымға орнатылды. Алтын адамның ескерткішінің беті ашылысымен үймелеп қаумалап суретке түскен адамдар сеңдей соғылысты. Басында ту сыртынан қарап, бір-біріне кезек бермей суретке түсіп жатқан халықтың қылығын жақтырмай, түк көрмегенге балап, іштей сынап тұрған едім. Алайда аяқ астынан рухқа шөлдеген халқым-ай деп толқыдым. 2900 жыл бұрынғы өткен ата-бабаларының рухына сүйіне зиярат ету арқылы орыстың рухын өшіріп, қаншама ғасырлар бойы аздырып тоздырғанын айтпағанда, Қазақстан егемендік алған 35 жылдан бері өткенім қайтып, сөнгенім қайта жанды деп сеніп келген, сөнгенім қайта жанады деп сеніп келген аңқау жас баладай сенгіш, бейуаз көңілмен келе жатса да, қарапайым қазақтың маңдайынан сипай қоятын шын жанашыры жоқ. Өз елінде, өз жерінде жүріп, кедейлік пен рухсыздандырудың шын тақсіретін тартқан халық екенін ойыма алдым. Ғасырлар бойы қазақтың рухын таран-таражыға салған сұмдық жүйе халықты бар асылынан, тарихи болмысынан айырды. Біз мықтымыз, біздің 5000 жылдық тарихымыз бар деп, жер әлемге жар салып жүрген Қытайдың тарихы біздің түп аталарымыз сақтар мен ғұндардың алдында салыстыруға келмей қалатын тарихи ашық дәлелді деректермен менің санама зор сеніммен ұялатты. Қазақтың болашағы шын оянған жастардың қолында. Қазақтың тарихи білімді жастары көптеп шығуы керек. Қазақтың тарихи санасын ашу арқылы ата-бабаларымыздың рухын болашақ жастардың бойынан жаңғыртуға қадамдар жасауымыз қажет. 2025 жыл 20 қыркүйек Сапарғазы Асқар дейді. Енді бұл Асқар ағамыздың мақаласы тек бір тарихи жиын туралы емес, ол қазақтың рухын көтеріп, мына ата-бабамыздың мұрасын қайта жаңғырту жайлы үндеуі. Ол айтқандай
біздің түпкі тарихымыз сақтар мен ғұндардан бастау алады. Бұл тарих Қытайдың дәріптеп жүрген 5000 жылдық өркениетінен де әлде қайда терең әрі қуатты болып отыр. Біздің өзіміздің жеке. Бүгінгі күні Қытайды билік ойбай аспан астелі. Ойбай немене дейді тағы да. Неше түрлі теңеулермен теңеп тұра көкке көтереді ғой. Дәріптейді соны қазақ қоғам арасында. Сол арқылы біздің қазақ билігі өздері соған вассалдай бағынып отырғанын бізге бүйтіп ашып көрсетіп отыр ғой. Тағы да айтайын, Асқар ағаның айтпағы, халық мына теріс жүйенің айтқанына имандай ұйымай, солардың алдында құлдық ұрмай, өз тарихына, өз рухына сүйеніп, ешкімнен кем емес екенімізді аңғарса екен деген. Айтпағым осы. Маған жала жабылды. Күледі екен ғады. Онан кейін соны айтып отырып, дәл осы сәт пайдаланып отырып, Асқар ағамыздың жазған мақаласын оқып бердім сіздерге. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болғаны Марғұлан Нұртанғасұлы. Видеоны бөлісіңіздер, таратыңыздар, лайк басыңыздар. Ассаламу алейкум. Қош сау болыңыздар.